хикмет оқу орталық саласына мен қалай келдім? Басында репетитор болып қызмет жасап жүрдім. Ол өзімді жарнамалап, OLX-ке сарафанка болды, сол арқылы жарнамалап жүрдім. Сосын параллельно 2-3 оқу орталығында сабақтарым болды, сонда сабақ беріп жүрдім. Бірнеше жылдан опыт жинап, өзімнің оқу орталығымды ашуға ниеттендім. Сол кезде өзіме помещение іздеп бастадым. Сол помещение бізде таңдаған кезде аялдама жақын болу керек, және мектепке жақын орналасу керек, және халық тығыз орналасу керек, немесе андай көп қабатты үйлердің маңында болу керек. Оқу жылы басталып кетті, 20-21 қателеспесем. Сол кезде бір помещение пайда болды, ол кішкентай. Оны біз 2 пән мұғаліміміз болып жалдадық, ол ағылшын және математика. Мен математика болдық, 2 бөлме, кішкентай. Бізде детский товарда орналасқан болды, сол жерден бастадық. Алғашында біздер оқушыларды мен сол аумақтағы үйлерге, мектептерге жарнама, листовкалар таратып, солай шақырып бастадым. Алғашында шамалы оқушы болды, бірақ ол менің арендамды жауып тұратындай деңгейде болды. Онда мен минуске жұмыс жасаған жоқпын. Бір қызығы, оқу орталығын ашу үшін көп қаражат керек деген ойлар болады, бірақ менде ондай қаражат болған жоқ. Мен 35 000 теңгемен бастап кеттім, ол менің арендамның ақшасы болды. Ал қалған материалдық базаны сол жерде болды, сол жерде мен бартерге алған болатынмын. Оқу орталығын жүргізу барысында әртүрлі біздер навыктар керек, ол мұғалімдіктен, сабақ беруден бөлек қосымша кәсіпкерлік навыктар керек. Ол үшін біз аудиторияны зерттей білу керек, біз жарнаманы қалай жасау керек, біз оқушыны тарту болатын. Бізде оқушылар оқығанымен, олар біздің аудиториямыз болмайды. Оның ата-аналары аудитория. Біз сол ата-аналарға біздің оқу орталығымыздың пайдаларын көрсету, бізге келген оқушы қандай нәтиже алады, соны көрсету арқылы біз әртүрлі жарнамалар жасай бастадық. Сөйтіп, жәймен біз аудиториямыз кеңейе берді. Менің алып отырған помещениеме оқушылар сыймай бастады. Сұраныс көп болды. Мен сол аумақтан аудитория сол маңдағы детский товардағы оқушылар болғандықтан бізге кішкене өсу керек болды. Біз алдық та помещениемізді өсірдік. Ол кезде, соответственно, арендамда ақшасы өсті. Ол кезде біздер барлығы математика болсын есеппен жүргіздік. Біздер мен физически күшім жетпей бастады. Сол кезде себебі оқушы көбейіп жатыр. Мына жақтан оқу орталығын дамыту керек, атын шығару керек. Сосын мен жаймен мұғалімдер тарта бастадым біздің оқу орталығымызға. Өзіміздің айналамызда бірге жұмыс жасаған әріптестерге шығып, оларға сағат беріп, оқушылардың бір бөлігін педагог соларға беріп, жұмыс жасап кеңейе бастадық. Сосын мен аудитория ауыса береді жылы өткен сайын. Мен тұрған аудиториям алғашында көбі кішкене төлем жағынан қиналатын болды, ұзаққа созылатын болды. Сосын оларға баланың біліміне инвестиция салу керек деген дүние кішкене оларға жеткізу қиындау болды. Сосын біз аудиториямызды ауыстыра бастадық. Біздің аудиторияда локациямыз кішкене қымбатырақ аренда алдық. Помещение ол Батыс ауданына жақын орналасқан болды. Сол жаққа көштік. Үшінші локациямыз сол Батыста болды. Ол жақтың ата-аналары кішкене баланың біліміне ақша салу керек екенін, көңіл бөлу керек, білімге деген көздері, сұраныстары басқаша болды. Сосын біз осы Батыс ауданына көшіп келдік. Бір айтар жайт, біз Батысқа ауысқанда көп оқушы жоғалтқан жоқпыз. Бізде басында мындай ой болды, біз егер Батысқа көшіп кетсек, бізде бұрынғы оқушыларымыз қалып қоятын шығар деп. Бірақ ондай қорқыныш болды басында. Мен қалай ной ортта, ной аудиторияны қалай алып келем деген. Бірақ бір қызығы, бұрын оқып жүрген оқушыларымыз артымыздан еріп кетті. Біз қайда барсақ та сондай ере жүрген оқушыларымыз өте көп ата-аналар. Олар біздің оқу орталығымыздың жүйесін және балаға деген әсерін сезіну арқылы біздің артымыздан келіп жүр. Сосын біздердің аудиториямыз, оқушылар көбею көбінесе сарафанка арқылы жүзеге асады. Себебі біздің оқу орталығымызда тек қана математиканы есепті үйренуге емес, баланың өзінің сенімділігін арттыру үшін, өзін қалай ұстау керек,
қоғаммен байланысын, оның қолынан іс келетінін, соған мотивация береміз. Соның арқасында біздің артымыздан осы оқушылар келді деп ойлаймыз. Ата-аналар кейбіреулерінде андай қатынауға қиын болса да, оқушылардың өздері сұранып біздің оқу орталығына келіп жатады. Ол үшін бізде де қазір жұмыс жасап жатқан мұғалімдердің арқасы деп білемін. Оқу орталығын жүргізген кезде біз осы қалада болып жатқан, басқа жақта болып жатқан мониторинг жасаймыз, анализ жасаймыз, әртүрлі оқу орталықтары қалай дамып жатыр, не істеп жатыр, қандай инструменттер қолданып жатыр дегенді қараймыз. Зерттеуім бойынша оқу орталығы көбейіп жатыр. Себебі сұраныста қазіргі ата-аналар уже өзінің баланың біліміне инвестиция салып жатыр. Оқу орталықтарын ашады, бірақ бір байқайтынымыз, кейбір оқу орталықтары жабылады. Себебі оларда оқу орталықтарын ашатындар мұғалімдер көбінесе. Олар ойлайды, біз мұғалім, жақсы мамандар бар, жетерлік, бірақ олар өздерінің жарнама жасай алмайды және кәсіпкерлік білімдері төмендеу. Ол мықты маман бола берсін, сабақты бере берсін, біз сол білімді халыққа жеткізу керек, өзінің жарнамалау керек. Сол тұстарынан кішкене ақсап жатырған кездері бар. Сосын бір жақсы оқу орталығы көбейсе, білім деңгейі де шамалы болса да көтеріледі. Былай байқайтынымыз, келген ата-ана оқушылардың деңгейлеріне қарағанда білім деңгейі кішкене бізде түсіп жатыр. Осы оқу орталықтары көбейген кезде кішкене білім деңгейі артады деген ойдамыз. Біздер сол үшін жұмыс жасаймыз негізінен. Сосын кейбір оқу орталықтары дамып, үлкен мектептерге айналып жатыр. Ол жақсы көрсеткіш деп білеміз. Но мындай моменттер бар, кішкене ата-аналар рекламада қатты болып кетеді. Рекламаға қатты болып жатыр, оқу орталықтар мектепте қатты жарнамалап жүріп жатыр да, бірақ сапа кішкене нашарлау. Ондай біздер аудитория ата-аналар келіп жатады, осындай жеке мектептер бар, солар кішкене білім сапасына көңілдері толмайтын кездері болады. Сол кезде бізде өзімізді жарнамамызбен сапамыз, білім беру деңгейіміз бірдей болса, ол кезде күшті көтерілу болады деген ойдамын. Зерттеу бойынша енді қазір әртүрлі оқу орталықтарын қараймыз ғой. Біздер ерекшеленеміз 4-ші класстан 11-ші классқа дейінгі математикадан акцент. Бізде математика мен физика, басында математика болды, сосын физика, математика бағытында біздер жұмыс жасаймыз. Ал кейбір оқу орталықтарында белгілі бір не бар, фокус қойылған, мысалы НИШ, КТЛ, немесе ОБТ. Ал біз ортасындағы, мысалы орта деңгейі кейбір оқушыларда нашар білім алуында, біз соларды көтереміз. Біздің плюсіміз солда деп ойлаймыз. Зерттеу бойынша қарағанда көбінесе сондай спростар келеді бізде. Андай мотивация өшіп қалған, сондай ата-аналар келеді көбінесе. Біз басында қиын болады олармен жұмыс жасау. Солармен жұмыс жасап, оқушыға ұнап, сосын әрі қарай дамытып жатамыз. Үкімет тарапынан бөлініп жатқан әртүрлі программалар бар, бірақ мен ол программалардан ешқайсына кіріп, сұрастырып көрмедім. Себебі араласқан жоқпын да, өзіміздің қаражатымызбен, өзіміздің жинаған опытымызбен білім алып жатырмыз ғой. Енді сол білім арқылы өзіміз ғана, ешкімге тәуелді болмай, ешкім қаражатынсыз өзіміз әрі қарай жұмыстанып жатырмыз. Үкіметтен бөлінетін қаражаттар жақсы, ол кәсіпкерлерді қолдауға әртүрлі программалар жасалып жатыр, бірақ әлі ол жаққа кіріп көрген жоқпын, сұрастырып, қалай екенін өзім қатысқан жоқпын. Бір байқағанымыз, тегін оқығанда кішкене нәтижесі төмендеу болады. Ал егер кім қаражатын беріп, ақшасын төлеп несе, ол жақта контрольда болады. Ата-ананың тарапынан да ата-аналар сұрай алады. Мен ақшам төлеп жатырмын, неге нәтиже жоқ, бізбен диалогқа келеді, біз ақылдасамыз, қандай шешімдер, баланы дамыту үшін біз шешімдер ұсынамыз, ата-ана арқылы екеуміз екі жақты жұмыс жасап, білімін деңгейін көтереміз. Ал егер ата-ана ақшасын төлемесе, тегін болса, кішкене ол жағынан даму жағынан қиындау баланың. Оқу орталығын ашқан кезде оған атау керек, міндетті түрде ол атау бізге құлаққа оңай және халықтың арасында қолданып жүрген атау болу керек.
мен өзімнің оқу орталығын алғашқы ашқан кезде атау қойған жоқпын, бір қызығы. Өзімнің атым бар, мен таниды мұғалім ретінде, математик ретінде. Помещение алған кезде уже вывеска барлығы дайын тұрды. Прогресс деп тұр. Мен сол прогресс деген оқу орталығы ешіне өзгертуі оған да ақша ғой. Менде онда ақша болған жоқ, проблем жоқ. Менде андай маркетингті оқыдым, болай қалай брендинг қалыптастыруға болады, аудиториямен қалай жұмыс жасау керек деген қабілеттерді біліп, атауға қатты басымда ауыртқан жоқпын. Бара атауды, соны дамытып кеттім. Прогресс. Ол прогрессті мен дамытқан кезде, уже прогресс деген сөзді естіген кезде, артында Бекзат деген, Бекзаттың оқу орталығы деген атауға дейін жұмыс жасадым. Ал енді біз аудиторияны ауыстырған кезде, екінші локацияға уже батысқа көшіп келген кезде, менде де мындай басында бізде серіктестік ретінде келістік бір, ол оқу орталығын ашып қойған екен, помещение дайын, қайтадан названиесін қойып қойған. Мен келдім, менде определенный база бар, аудитория бар. Мен қайтадан басымда отырған жоқ, оны ауыстырайық, өзімнің атымды қоям, оқу орталығын деген ой болған жоқ. Маған тіптен жақсы қайтадан Хикмет деп мен аудиторияма айттым, бізде ребрендинг, прогрессті Хикмет оқу орталығына ауыстырып жатырмыз деген. Кейбір кезде басында қиын болды деп ойлайды. Андай Хикмет атауы да басқаша, бірақ біз соған жұмыс жасадық, командамызбен жұмыс жасадық. Оны Хикметтің физика математика бағытында қосымша сабақтар беретін оқу орталығы ретінде дамыттық. Жұмысымызды осы Хикметке бағыттадық. Осы Хикметтің атын шығардық қой. Хикмет оқу орталығы деп. Оның логотипін да мен жасамадым. Мысалы, ол дайын логотип болды. Мен алдымда менде жүйе болды. Сол жүйені алдымда соның оқу орталықтың атымен жүргізіп кеттім. Енді оқу орталығын жүргізу барысында енді қараймыз ғой, білім деңгейінде бизнестің элементтері кіріп жатыр. Себебі сұраныс өте көп, мектепте жетіспей жатыр деуге де болады. Онда бізде баланың тууы көбейгендіктен мектепте салынып үлгермей жатыр. Кадрлардың, мамандардың, мұғалімдердің өзі жетіспей жатыр. Сол себептен біз осындай білім жүйесіне бизнес элементтерін қосу керек. Оған мысалы жеке мектептер салынып жатыр. Оның өзі жақсы, белгілі бір аудиторияны жеке мектептер алады. Ол үкіметке де бір жағынан ол оңтайлы да, жақсы. Себебі определенный бір 2000-3000 мың баланы біліммен қамтамасыз ететін жеке мектептер пайда болады деген сияқты. Жеке мектептер салады. Енді білім жүйесінде нарықтың талабы деп ойлаймын, себебі қазір барлығы жан-жақты әлеуметтік желіде отырады. Білімге салған кім түсінеді, уже білімге ақша құйып жатыр, олар өз нәтижесін алып жатыр деген сияқты. Одан білім жүйесіне ақшаның бизнес элементтерінің кіруі маған жақсы, қалыпты нәрсе секілді. Ал енді әртүрлі бар ғой, ол определенный бизнес болмаса, дамытпасақ, ол да кішкене артта қалады. Енді упоминаниенің өзі де ол элементке жатады. Мысалы, кезінде ағартушыларымыз газеттерге нелер шығарып, білімді неттерлі ғой, дамытты ғой, сауаттандыру халықты деген сияқты. Біздерде осындай оқу орталықтары, жеке мектептер бизнес ретінде қарап, бір ағарту ісіне араласып жатырмыз деп ойлаймын. Енді қазіргі уақытта әлеуметтік желі дамып кетті ғой. Барлық кішкентай бүлдіршіндер, оқушылар әлеуметтік желіде отырады. Қарасам, далада ойнамайды ешкім. Сол себепті мұғалімдер, әркім мысалы жас маман болса да жұмысқа алмай жатыр деп мүмкін. Оның барлығы өзінің қолында. Әлеуметтік желіні егер тиімді, дұрыс пайдалансаң, өзінің артынан определенный оқушыларды ертуге болады. Мүмкіндіктері бар. Белгілі бір инструменттерді үйреніп алса, білім беруге болады онлайн ғой, ол онлайн форматта. Белгілі мысалы атты шығару ол маңызды деп ойлаймын. Себебі белгілі бір атын шығарса, барлығы естиді, сосын ол сол жақтың аудиториясы болады, клиенті болады, тұтынушысы болады, сол оқу орталығына барады деген сияқты. Барлығы сол үшін жұмыс жасайды негізі, атағын шығару. Атағы шықпаса, оны ешкім танымайды деген сияқты. Мысалы, мана жоғарыда айтып өткендей, мықты мұғалім,
бірақ ол өзін жарнамалай білмесе, атағы шықпаса, ол мықты мұғалімнен пайда жоқ қазір. Ол мектепте отыра беруі мүмкін, ал сондай мықты мұғалімдер шығу керек аудиторияға. Әлеуметтік желіге шығып, сол кезде бізде көтерілу болады. Ал мындайлар бар, инструменттерді үйреніп алған, Инстаграмнен қатты білімі болмаса да, универді бітіріп, белгілі бір стажы болмаса да, олар біраз аудиторияны алып отыр. Білім деңгейі төмен болса да. Ол атақ шығару жақсы деп ойлаймын. Оқу орталығы болсын, мектеп болсын.